деген дұрыс емес түсініктерді қолданып, бұларда бұл Шыңғысханды Моңғол, ананы мынауды бөліп тастаған деген не бір жорамалдарды айтып жатыр. Несін айтқанда да қазақ халқы ар намысты халық болған. Кешегі бабаларымыз, ана Қанат Ислам қатты жылайды да, көргестен интернетте. Иә дейді. Бірақ олар кешегі дейді. Кешегі біздің бабаларымыз дейді. Олар ар намысты еді дейді. Олар қонақ жайлы еді дейді. Олар шынымен батыр еді дейді. Бірақ олар өтіп кеткен екен дейді. Қазақстандағы дейді, біздің қазақтар дейді, Қытайдағы қазақтарға ұқсаған қорқақ екен дейді. Намысы жоқ екен деп Қанат Ислам жылағанда мен жылап едім да сонда. Неге? Бізге не болып бара жатыр ағайындар? Қазақты атып жатыр. Не жетпей жатыр саған? Қазақтың бірін-бірін жағасына буып жатыр. Қазақтың үстінен келіп ақша алып жатыр. Қазақтың үйін ұрлап жатыр, тонап жатыр. Қазақтың қызын зорлап жатыр. Біз осы үшін, кешегі бабаларымыз бізге осындай тыныштық үшін дұғалар қылған беді. Ойламаңыз, мына тыныштық, мына осындай үлкен кең байтақ тыныштық өз-өзінен келді деп ойламаңыз. Кешегі бабаларымыз бұл үшін жылап дұға қылған. Аштан қырылған олар. Тоқ боп тұрып ораза тұталмай жатсың ғой. Жігітсің бе? Тоқсың ғой, қардың тоқы, ораза тұталмай жатсың ғой. Басыңды көтерсең, бірақ кешегі бабаларың аштан өліп еді. Аштан өлсе де дінін сатпаған еді, иманын сатпаған еді. Бір әйелге айтып жатыр, сіз ораза тұтпай қойыңыз, фидияңызды беремін. Сіз енді қартайып қалдыңыз ғой десем, жаңағы әйел айтады, жоқ дейді. Қан енді оразамен шөлдеп тұрып, тамағым құрып өлшемеді, арманым жоқ еді дейді. Міне олар кешегілер, олардың әжелері мықты болған, олардың әжелері дәретпен оларды емізген, олардың құсылы болған, олардың иманы болған. 74-ке келген әйел арманын қараң, қаны оразада тамағым құрап өлшемеді дейді. Бізде машинада жүріп, кайфуша қылып жүріп кетсем деп ойлаймыз. Бірақ сол кайфушамен өліп кетсеңші, біреуге азар беріп өліп кетсеңші, біреудің ақысын жеп өліп кетсеңші, біреудің қызының намысына тиіп өліп кетсеңші, біреудің бір тиыр ақысын жеп өліп кетсеңші, өлімнен ешкімді құтқара алмайды ағайын. Кім-кімді құтқара алады, айтыңызшы. Біздің қазақтың жігіттері мықты болса, Саинаның бойына қыздар тұрмаған болар еді. Біздің қазақтың жігіттері шын мәнінде намысқой болатын болса бар ғой, біз біраз нәрселер болмаған болар еді. Саша Көен жер басып жүрмеген болар еді. Қазақтың жігіті мықты болса, шешен ұлтына сені қазір бітсесін шығарып, сен қорлақ көр. Соны айтқан адам, Жириновскийдің аузынан шешенге байланысты бір ауыз сөз шықпайды. Ол қорқады өйткен шешеннен. Қазаққа байланысты аузынан ақ еткіліп көбей шығады. Біздің әлсіздігіміз сол жерлерімізде. Бірақ енді бұны айту өте қорқынышты, әртүрлі нәрсеге қарай итермелеуі мүмкін бұл сөз үшін. Бірақ мен көкейімді қайнап тұрған нәрсе осындай дүниелер бар. Біздің шынында жастықтығымыз жоқ емес. Бірақ бір-бірімізге келгенде, қазаққа келгенде, тісіне пышақтай болудың бір себебі бар. Ол құлдық сонаның кетпегендігі. Қазақты аямайды. Өкініш көре. Бірақ қазақтан басқа досы жоқ қой, жанашыры жоқ қой. Қазақ біріңді дос көрмесеңіздің бәрі бос. Абсолютно шынында да бәрі бос. Егер қазақты өзіне абзал тұтпаса, қазақты қандас тұтпаса, жанашыр тұтпаса, ал осы жүректегі махаббат өзі бір нәрсені бастаған қазақ бисмиллахи-рахмани-рахим дегенде аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз дегенде кімнің жүрегінде қамқорлық болады, кімнің жүрегінде мейірім болады, кімнің жүрегінде махаббат болады, сол құдайшыл болады, сол азамат болады. Сол махаббат сенің елің үшін жаңағы жерде қызмет қылу, жаңағы салып жатқан шараларың сексе абзал сияқты. Сол елге деген махаббат, намыс сені соңғы рингте жаңағы біздің Бақтиярдың Олег Саидовпен нетіп жатқан бұл тактикасын бұзып алдыға шықты ғой. Сол әр жағында не бар? Намыс әкетіп бара жатқан, ол потенциал әкетіп бара жатқан. Ал біздегі намыс деген нәрсені көбінесе басынан сөз осылмау деп түсінеді де ақымақ. Ол намыс емес. Ол бетбақтық деп айтады ол. Ал енді сабыр, мысалы үшін жігіттің мықтылығы деген ол табандылықта жатыр. Біздің психологиямызда қате. Кітапты бір қарағанда жаттап алып, таңертең кешке шейін оқып жатқан бізде ол кітапты бір алып бес алады. Ол дұрыс емес. Сен сол кітапты сондай қабілет бересің, оны және табанды болсаң, сенен ғұлама шығады, сенен мықты шығады. Мысалы үшін жаңа Қаныш Сәтпаев жайлы саясат айтып жатыр. Өте дұрыс. Қаныш Сәтпаев 19 жыл Баянауылда сот болып тұрған жерден сот дейтін керемет қызмет қой, бұл қызмет. Сосын тастады Томскіде деген геологоразведочный институтқа кетіп қалды. Өйткені қазаққа сот емес, қазаққа геолог керек, инженер керек. Инженерия дамымай, ел болмай, жұрт болмай. Осыны білген Қаныш сондайға өзінің басын тікті. Міне жігіттің төресі. А біз қай жерде атақ, қай жерде жылы жұмсақ, қай жерде көрінетін нәрсе, соған қарай бейімділік. Бұның әр жағында тақылдық сана, кембағал комплекс
комикс неполноценный істейді ғой. Ай, бәрекелді.